Армысыздар, құрметті пайдаланушылар. Қазақ ырымшыл халық. Бұл тіркес бізге таныс, бірақ сол ырымдардың ар жағындағы ұлт болмысын, терең танымды, ұрпақ тәрбиесін көздейтін даналықты ұғып жүрміз бе? Қазіргі таңда көпшілік, әсіресе жастар, ырым мен тыйымды ескіліктің сарқыншағы деп қабылдамай жатады. Алайда сол нанымдардың әрқайсысы ата-бабамыздың ғасырлар бойы жинаған тәжірибесінен, байқағыштығынан, өмір сүру салтынан туған ғажап дүние. Осы қарапайым көрінген ескертулерді белгілі қаламгер әрі этнограф Сейіткен Шахметұлы өзінің қазақ халқының тұрмысы мен мәдениеті атты жинақта топтастырып, қалың оқырманға ұсынып отыр. Сонымен қатар кітапта халық қара шаңырақ деп кие тұтатын киіз үй және оның ішкі сыртқы жиһаздарынан бастап әдет-ғұрыптарымыздың сан алуан түрлері және оның тәрбиелік қызметі мен орны кеңінен көрсетілген. Мыңдаған жылдар бойы халықтың өмірі мен тұрмысына алтын арқау болған, салты мен санасына бағыт-бағдар етіп сақтаған әдет-ғұрып, салт-дәстүр, ұғым, әдеп, жөн-жосық, жол-жоралғы сияқты қазақ мінезі мен тіршілігін баяндайтын бұл бірегей жинақтан көп жайды біліп тануға болады. Осы кітапқа сүйене отырып, тыйымдардың бір қатарын топтастырып, сіздердің назарларыңызға шағын бейнежазба ретінде ұсынамыз. Бейнежазбада ырым тыйымдар туралы сөз ете отырып, үлкен кісілерден оның қыр-сыры, мәні мен мағынасы туралы қандай мақсатпен айтылып орындалатыны жайында білетін боласыз. Іс-шара өз кезегінде жалғасын табады. Сәлеметсіз бе? Бүгін міне біздің аудандық кітапханаға қош келіпсіз. Қош көрдік. Қазір ұрпақтарымызды, жалпы жастарымызды, біздің болашағымызды жақсы өркендеп, өсіп, жан-жақты қазақтың ырым тыйымдары, салт-дәстүрі, әдет-ғұрпын білсін деп жатамыз, иә. Жалпы балаларды қандай тыйым сөздермен тәрбиелеуге болады? Сол жөнінде қысқаша бір өз ойыңызды айтып өтсеңіз. Енді біз мұсылман халқы болғаннан кейін біздің тәрбиеміз басқа елдерге қарағанда өзгешелік. Біздің тәрбиеміз осы асыл дінімізге негізделген. Мысалы, бір ауыз сөзбен айтатын болсақ, біздің халқымыз баласын 3 сөзбен ғана тәрбиелеген. Ол обал болады, ұят болады, кейін жаман болады. Осы 3 сөздің астында көп деген мағыналар бар. Солар түсіндіріп келе берсе, бала өте жақсы, иманды. Біздің халқымыз үшін имандылық бірінші кезекте тұрады. Имандылық, адамгершілік. Сол негізде тәрбиеленген жастарымыз жаман болмайды. Мысалы, қазіргі балаларымыз, енді қазіргі заманымыз 21-ші ғасыр заманауи заманда жасап жатырмыз. Бұл жерде батысқа еліктеп, басқа шетелдерден көптеген жаңалықтар кіріп жатыр. Соған көп адамдар, көбінесе жастарымыз еліктейді. Бірақ әр нәрсенің де алатын жағы бар. Жақсы жағын алып, жаман жағынан жирену керек. Мысалы, бізде ашық-шашық жүру, өрескел сөздер айту, мысалы, ата-ананы тыңдамау, сыйламау, үлкен кісілерді құрметтемеу деген тыйымдар бар. Оларды жол қоюымыз мүмкін емес. Жақсы, керемет осындай тәрбиелі, мағыналы ойларыңызға сіздерге рахмет. Келесі кездескенше дейміз. Сау болыңыздар.